отаным ол менің Қазақстаным. Отан менің үйім. Мен өз отбасымды, ата-әжемді, мектебімді, достарымды жақсы көрем. Отанды сүю өз жақындарыңа жанашыр болудан басталады. Родина – это вся наша планета. И я хочу, чтобы трава на ней была зеленая, озера, чтобы были чистыми, ну и чтобы горы были высокими. В будущем я стану экологом и буду делать все, чтобы моя планета стала красивой, а люди добрыми. Для меня любить Родину – это главное уважение каждому ее жителю, каждому человеку, который рядом со мной. Я очень люблю своих друзей, одноклассников. Я очень уважаю своих учителей. Они всегда мне помогают. И все это моя Родина. Меніңше, отанды сүю, оның тарихына үлкен құрметпен қарау. Себебі бұл киелі жерде өте ұлы адамдар дүниеге келген. Менің отаным қазіргі таңда 175 жылдығын әлемдік деңгейде өткізіп жатқан қазақтың ұлы ойшылы, ұлы Абайдың туған жері. Сондықтан осындай тұлғалар туған керемет жерде, Қазақстанда елде өмір сүріп жатқаныма мен мақтанам. Любить Родину – это желание прославлять ее добрыми делами. И потом с каким удовольствием слушаешь об успехах своих земляков и слышать название своего города, о котором говорит вся страна. Это для меня означает любить свою Родину. Я также стремлюсь прославлять свою Родину, мой Казахстан. Отанды сүю, ең алдымен адамдығымызды сақтап, ар алдында адал қызмет ету. Өз отанын жан тәнімен сүю ол адамшылықтың асқаршыңы. Сол асқаршыңға мен де шығып, еліме адал қызмет етуге барымды салам. Өйткені отан менің жүрегіме от береді. Шөбем Алатаудың бөктеріне өмірден өтіп келем көп беліне арман не қажетіне жарай білсе айналдым көк бөрідей тектелімнен қараймын гүліне қасиетіне туған жер айналайын менде қандай арман бар жарай алсам туған елім ау менде қандай арман бар жарай алсам туған елім ау халқымның тірегіне